Hayırlı күн, осы бейне шолуды көргендердің барлығына. Бүгін біз таразы жабдықтары зауыты өндірісінің DFCN сериясының төменгі салмағы бар Big Bag жұмсақ контейнерлерді толтыру станциясын қарастырамыз. Әрине, бүгінгі таңда Big Bag жұмсақ контейнерлері сусымалы жүктерді тасымалдаудың оңтайлы шешімі болып табылады. Бұл оларды пайдаланудың қарапайымдылығына, ыңғайлылығына байланысты. Олардың құны аз болған кезде, өндірушілер өз кезегінде контейнерлердің осы түрін толтыру міндетіне тап болады. Осыған байланысты таразы жабдықтары зауыты бұл мәселені Big Bag типті жұмсақ контейнерлерді төменгі салмақпен толтыру станциясы арқылы шешуді ұсынады. Төменгі өлшеуіш DFCN станциясы бұл жинақтағыш бункерді бекіту мүмкіндігі бар негіз жақтауынан, сондай-ақ телескопиялық жақтаудан тұратын, бекітпелері бар телескопиялық жақтаудан тұратын құрама дәнекерленген металл конструкциясы. Телескопиялық жақтаудың ортасында мкір биіктігінде реттеу үшін, оның жоғарғы бөлігінің тиеу құбыры бекітілген. Секторлық қақпа орнатылған. Бұл жағдайда секторлық қақпаның орнына әр түрлі мөлшерлеу органдарын қолдануға болады. Жеткізу қозғалтқышынан D200 пневматикалық қақпағынан, икемді жеңнен және жылдамдықты реттегіштен тұрады. Саптаманың сол жағында аспирация жүйесі орнатылған. Төменгі салмақпен DFCN станциясының сипаттамалық айырмашылықтарының бірі бұл өлшеуіш құрылғының өзі. Бұл жағдайда тензометриялық датчиктерде таспалы конвейер түрінде жасалған. Сонымен қатар ролик түрінде де орындалуы мүмкін. Сондай-ақ 3 және одан да көп контейнерлерден тұратын жүк траверстерімен толық үлкен бактарды сақтау, немесе тиеу орнына тасымалдауға арналған. Бұл станцияны басқару таразы жабдығы зауыты өндірісінің VKD-001 мөлшерлейтін салмақ контроллерінің көмегімен жүзеге асырылады. Және бұл станцияның барлық қажетті сертификаттары бар және өлшеу құралдарының мемлекеттік тізілімінде тұрғанын атап өткен жөн. Назарларыңызға рахмет.